Assalomu alaykum. Aldarыңызda Kia K5 avtokөлігі 2023-ның 12 айы 23-ге 24 2 объем бензин. Көлік осындай әдемі түсте, керама грей. Өте қазір хит болып отқан түстердің бірі. Бежевый салон, көліктің кузовы завод. Өте әдемі жағдайда. 18 дюймдық дөңгелектермен, штатный әдемі осындай өзінің штатный дискілермен 100% шиналары. Так, бізде сразу капоттың астын көрсете кетейін сіздерге. Өте әдемі осындай алдында лед шырақтармен, 2 линзалық оптика, туманиктермен, парктроник, дистроник бізде өте әдемі жұмыс істейді. Так, алдыңғы капоттың астын көрсете кетейін сіздерге. Сылы моторда 2 объем бензин, бирка бойынша болттар бұралмаған, тап-таза завод көлік. Моторда өте керемет жұмыс жасап тұр. Май шашырап тұрған жері жоқ. Көлігіміз небәрі 18 мың ғана шақырым жүрген. Тап-таза автокөлік. Так, бізде повторите поворотник, бесключевой доступ, плавающее сиденье. Көріп тұрғандарыңыз осындай керемет бежевый салонда. Өте әдемі. Салонда тап-таза, химчистка керек емес. Әлі пакеттерді толық шешілмеген. Өте керемет, ортада подлокотник, артында осындай подогрев сиденьясы бар. Көліктің артқы көрінісі. Так, багаж жағын көретін болсақ. Арал несі шешілмеген, пакеттерде тұр. Багаждар, үлкен ауқымды багажник. Заводский герметиктермен тұр көлік. Бізде механический ашылып жабылады екен багаж. Осындай лед шырақтары мен стоптары. Артқы көрініс екінші қатар. Повторите поворотник. Бисмиллах. Полный электропакет. Плавающее сиденье. Электропакет, плавающее сиденье. Так, 2023-ның 12 айы көріп тұрғандарыңыздай. Бізден бір кілті ғана бар екен. Антизанос батырмас. Көлігіміз престиж комплектацияда. Осындай алдында үлкен монитормен. Так, шайбовый автомат коробка, парктроник, ручной электронный, автохолд, алды арт камерасы, парктроник, автоотключен. Так, обдув подогрев сиденья, драйв мод, подогрев руля, мына жерде Type-C порттармен, беспроводной зарядчик. Осындай сенсормен жұмыс істейді екен, двухзонный климат контрольда, push старт. Так, мультимедиа, круиз-контроль адаптерный. Так, бізде плавающий руль. Бізде механический екен. Рулевое управление. Небәрі 18 мың ғана шақырым жүрген. Так, арт жағын көретін болсақ, өте әдемі. Пассажир орындығын осындай кнопка басқарылар, кнопкасымен басқаруға болады екен. Жалпы көлік жанып тұр. Кімге қызық болса, жеке шықсаңыздар болады. Ассалаумалейкум, алдарыңызда IG Grandeur 2018, объем 3 бензин. Көлігіміз қара түсте. Завод краскасында, полный родной краскада.
Kuzumda kichkina miyatina jерлері бар, қазір көрсете кетем. Жалпы өте әдемі жағдайда. Небәрі 19 километр жүрген. Так, капоттың астын көрсете кетейін сіздерге бірден. Өте әдемі жұмыс жасап тұр. Май шашып тұрған жерлері жоқ. Қазір ғана от алса да мотор тап-таза жұмыс жасап тұр. Бізде болттары бұралмаған. Онда болттар бұралмаған. Бұралмаған. Таза. Так, бізде штатный R19 ұйымдық дөңгелектермен дисклер кішкене сырылған екен. Шиналар бізде 100%. Новый деуге келеді. 360 камера. Автоматик поворотник. Датчик слепой зона. Бесключевой доступ. Плавающее сиденье. Жүргізуші пассажир орындығында. Көлік осындай қара салонда. Так. Көлікке бір жақсы мойка керек, химчистка керек емес. Небәрі 19 километр жүрген. Свежий. Көлік әдемі жағдайда. Артында осындай шторлармен. Эксклюзив комплектацияда автокөлік. Әдемі жағдайда. Атқала сал, адай. Артқы көрінісі. Көріп тұрғандарыңыздай. Бізде багаж электропривод. Кнопканың көмегімен ашылып жабылады екен. Артыңғы болтын көретін болсақ, бұралмаған. Әдемі жағдайда. Багажниктікі. Үлкен ауқымда багажник. Өзін заводқа герметиктермен. Багаж электропривод. Әдемі жағдайда. Екінші қатар. Бізде шторлармен, подогрев сиденьясымен. Бесключевой доступ. Вот это поворотник. 360 камера. Датчик слепой зона. Бисмилlah. Полный электропакет. Память сиденья. 2018 көлік. Плавающее сиденье. Антизанос. Полосовое движение. Бисмилlah. Рулевое управление бізде кнопка басқарумен. Плавающий руль. Өте әдемі жағдайда. Бір кілті бар екен көліктің. Мультимедиа, круиз-контроль. 19 мың пробег. 190 мың пробегте екен, адасып біз. 190 мың пробегте екен. Кешіресіздер. Бізде әдемі істеп тұр бұны. Автомат коробка. Ручной электронный, драйв мод, автоход, парктроник, 360 камера. Артыңғы пердесін көтеріп түсіретін кнопкасы бізде. Двухсторонний климат контрольда, подогрев руля. Мына жерде Type-C порттармен. Камерасын көретін болсақ, 360 камера міне. Әдемі жұмыс жасап тұр. Push start. Көлігіміз пассажир орындығында осындай кнопкасы бар. Артында мультимедиасымен. Өте әдемі жағдайда екен. Көлік 190 мың пробегте. Тағы да бір үзір сіздерден. Кімге қызық болса, жеке шықсаңыздар болады. Көлік өте әдемі жағдайда екен. Ассаламалейкум. Кезекті көлігіміз кереметтей BMW автокөлігі. Көлік осындай көріп тұрғандарыңыздай сұр түсте. 528 ай. 2 объем бензин. Небәрі 104 мың километр жүрген. Өте әдемі жағдайда комплектациясы. Керемет. Люксери комплектацияда. Так, көліктің кузовын айта кететін болсақ, оң жақ екі есігінде встаричный краскасы бар. Және алдында осындай бамперлерінде сырылған жерлері бар. Айырып істеп жіберу керек. Көріп тұрғандарыңыздай.
жерлері бар. 360 камера, парктроник, бистроник, 2 линзалық оптика, астында томаниктермен. Капоттың астын көрсете кетейін сіздерге. Өте әдемі жағдайда автокөлік. Көріп тұрғандарыңыздай мотор өте әдемі жұмыс жасап тұр. Болттар бұралмаған, тап-таза. Көре кетейік. Болттар бұралмаған, таза. Өте әділ жағдайда бирка бойынша бізде объем көлік жанып тұр. 18 дюймдік дөңгелектермен, өз штатный дисклармен. Протекторлар бізде 90%, 360 камера, автоповоротник, бесключевой доступ. Қара салонда көлігіміз. Салондарды керемет, жарылмаған, жыртылмаған. Плавающий сиденье бізде. Пассажир орындығында екінші қатарын көретініміз осындай әдемі шторларымен. Подлокотник ортада. Артында осындай мультимедиясымен. Артында басқару, ысту суыту, жылыту басқармалары. Артқы көрініс осындай стоптар лед жанат. X-Drive 528i, объем 2. Так, бізде электропривод, багажник. Кнопканы көмегімен ашылып жабылады екен. Көретін болсақ, болттар бізде бұралмаған, тап-таза. Осындай тап-таза багажниктермен. Көлік өте әдемі жағдайда екен. Бағасы да өте керемет, арзан бағада шығып тұр. Бәрін берсеңіздер, тап-таза. Химчистка керек емес автокөлікке. 360 камера, поворотник, бесключевой доступ, память сиденья, электропакет, память сиденья, 2014 бирка бойынша, плавающий сиденье, полосовое движение, корректор фара. Так, мультимедиа, рулевое управление, әдемі жұмыс жасап тұр, плавающий руль, подогрев руля. Так, бізде драйв мод, тауда жүретін нелермен, опциялармен, 360 камера, парктроник, автохолд, ручной электроны, драйв мод. Мына жерде осындай пат стаканчик. Өте әдемі климат, двухзонный климат контрольде. Push старт. Панорама люк. Так, видеорегистрация бізде мына көріп тұрғандарыңыздай лобовой проекциясы бар. Өте керемет жағдайда осындай лепестоктарымен. Көлік өте әдемі жағдайда екен. Көрініс, алды көрініс. Кімге қызық болса, жеке шықсаңыздар болады. Небәрі 104 000 шақырымда көлігіміз. Ассаламу алейкум. Алдарыңызда Kia Kajeta автокөлігі. Белый жемчуг. Объем 3 газ. Комплектациясы өте керемет автокөліктің. Панорама крышасымен. Кузов жағын айта кететін болсақ, оң жақ
артыңғы крылосында, дугасында кішкене шпагы бар. Жалпы жағдай өте керемет. Небәрі 157 000 шақырым жүрген. Газға ештеңе емес ол шақырым. Капоттың астынан бастай кетсек сразу. V6 моторында. Болттар бұралмаған. Завод ретінде мотор өте әдемі. Керемет жұмыс жасап тұр. Болттар бұралмаған. Тап-таза. Так, алдыңғы көрініс. Бізде осындай 2 линзалы оптика. Астында осындай туманиктермен, парктроник, дистроник. R18 дюймдық дөңгелектермен, штатный дисклары, 80% шиналары бар. Автоматты поворотник, бесключевой доступ, қара салонда көлігіміз. Жағдай өте керемет. Кожалар әдемі, жыртылмаған, жарылмаған. Плавающий сиденье, пассажир орындығы. Абдув подогрев сиденья. Бағасы да өте керемет шығып тұр бұның. Арзан бағада. Артында подогрев сиденья. Ортасында осындай подлокотник, подстаканчик. Үлкен ауқымда. Кең несі. Арқа орындықтары. Так. Арт жағын көре кететін болсақ. Газ көлігіміз. Так, нелері шешілмеген болу керек, иншалла. Өте қиын. Ашу. Жалпы өте керемет жағдайда. Артық көрініс міне. Стоптар лед жанады. Екінші қатар подогрев сиденья, бесключевой доступ, автоматты поворотник, полный электропакет, плавающий сиденье, 2016, антизанос батырмасы бізде. Так, рулевое управление механический, ручной механический, ручной электронный. Так, бір ғана кілті бар. Бір кілті бар екен, 175 000 шақырымда. Push старт, двухсторонний климат контрольді. Так, Type-C USB порттарымен. Подогрев руля, парктроник, обдув сиденья, драйв мод. Так, артың камерасы өте тап-таза жұмыс жасап тұр. Руллері керемет жұмыс жасап тұр. Жұмсақ. Так, панорама крыша бізде. Қайға саламыз. Керемет жағдайда. Тап-таза. Химчистка керек емес, тек қана бір жақсылап мойка берсе көлікке. Болды, иншалла. Кімге қызық болса, жеке шықсаңыздар болады. Мультимедиа, курс контроль. Өте әдемі жағдайда екен автокөлік. Объем 3 газбен Kia K7 қажет автокөлік кімге қызық болса, жеке шықсаңыздар болады. Ассалаумалейкум. Hyundai Grandeur автокөлік 2014 жылғы. Көлігімізді сол жақ артқы есік және де оң жақ артқы есікпен артқы крыло. 3 деталь крашеный. Оң жақ беттегі артқы есікпен артқы крылода дәл осы жерінде шпаклевкасы бар. Осы жерлерде шпаклевка бар. Машинаны коробкалары жағдайы жақсы. Мотор әдемі істеп тұр. Порог сырылған жері бар. R18 дюймдік дөңгелек. Панорамный крыша. 360 барлығы бар. Объем 3 бензин мотор. Мотор тап-таза, жақсы жұмыс істеп тұр. Болта бұралмаған. Алды крылосы. Алды крыло бұралған. Көлікке келетін болсақ, бір линзалы оптика, туманник, парктроник алды. Бамперлер таза,
Коробка сырылған жері бар. 5 ключевой доступ, 360 камера, ара салонда аудиосистема Hyundai, панорамная крыша. Артқы есігінде шторы бар, мультимедиа, подогрев сиденья, штор. Сол жақ, оң жақ артқы есікте, артқы крыло вторичный краска, кішігірім мына жерлерде шпаклевкасы бар. Артқы бампері бізде мына жер краскасы көшкен жер бар екен, лакы. Мына жер краска көшіпті. Артқы бамперді покраска істеу керек. Объем 3 бензин. Ашықтар таза. Багажниктер бұралмаған, таза. Сол жақ артқы есігі вторичный қалындау көрсетіп тұр. Чемодан тұрғанда 130-150 көрсетіп тұр. 2014 жылы электрическое сиденье, память сиденья, 360 камера, драйв мод, антизанос батырмалары бар. Руль электрическое управление. Мультимедиа, круиз контроль, подогрев руль, пробег 121 мың. Пробег өте жақсы. 360 камера, электронный ручник, автоход, подогрев обдув сиденья, партроник, артында штора бар, мультимедиа, панорамная крыша, 2 зоналы климат контрольда. Панельдерді тап-таза. Машинаның жағдайы жақсы. Для себя әдемі дейтін адамдарға әдемі. Қызық болатын болса, жеке шықсаңыздар болады. Ассалаумағалейкум, келесі біздің автокөлігіміз Hyundai Grand Air автокөлігі толықтай тексерістен өткізілді. Көлігіміздің тек алдыңғы оң есігі мен артыңғы сол есігі вторичный окраста боялған, қалған бүкіл детальдары бәрі өзінің заводская окрасында. Көліктің кузовы өте керемет жағдайда, бамперлер ешқайсысы сырылмаған. Көліктің өзіне келетін болсақ, Hyundai Grand Air 2013 жылғы 3 литр бензин. Патроник алдың патрониктер бәрі керемет жағдайда. Бірден капотқа келетін болсақ, капот GDI мотор. Мына жақта ешқандай болттары бұралмаған. Бәрі орнында. Ешқандай бұралмаған. Барлығы таза. Көліктің дөңгелектері 18 дюймдік мынандай керемет дискілермен. Ішкі жағына келетін болсақ, Винкодта өзіңіз көргенде 2013 жылғы. Пробег бізде 187 километр. Мына жақта драйв мод, обдув, мультимедиа, подогрев сиденья, обдув сиденья, барлығы бар. Подогрев руля, push старт. Мына жақта полный электропакет, память сиденья барлығы бар. Артқы салонға келетін болсақ, салон толықтай таза. Артында мультимедиасы бар, подогрев сиденьялар мен подстаканниктер бәрі жақсы. Салоны жақсы жағдайда. Көліктің артыңғы багажына келетін болсақ, багажда бір тазалық қою керек, бірақ полный таза. Мына жақта силикондардың бәрі орында, заводской. Болттары бұралмаған. Ачи 300. Егер осы Hyundai Grand Air автокөлігі қызық болса, сіздің хабарласыңыздар. Оңай атылады.